Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен балаларының қатты жақсы көріп жейтін тағамы вафли пісіретін боламыз. Ол үшін керекті заттар: 5 жұмыртқа, 1 стакан қант, 1 стакан ұн, 200 грамм маргарин, 1 шымшы тұз және ванилин. Алдымен маргаринімізді жай отқа қойып ерітіп аламыз. Маргарин қайнап кетпеу керек. Астығымызды електен өткізіп, 1 шымшы тұз және қасықтың ұшымен ванилин салып араластырамыз. Ыдысымызға 5 жұмыртқамызды салып, блендермен немесе венчикпен араластырамыз. 1 стакан қантымызды салып, қантымыз ерігенше тағы араластырамыз. Үстіне соғылған майымызды құйып араластырамыз. Енді 2 қасықтан астығымызды сала отырып араластырамыз. Біздің массамыз дайын, осындай сұйық, қаймақ секілді болып шығуы керек. Вафлницамызды қосып қыздырамыз. Қызған тавамызға 1 қасықтан құя отырып, вафлимізді пісіріп аламыз. Вафли шамамен 1-2 минутта піседі. Осылай қызарып пісуі керек. Енді тездетіп, қажетті пішінді шығарамыз. Вафлиміз тез қатып, өз пішінін ұстап қалады. Міне осындай вафли шығады. Қытырлақ, қызыл болып шығуы керек. Осы әдіспен вафлилерімізді бір-бірлеп пісіріп алатын боламыз. Міне достар, қызарған, өте әдемі, қытырлақ, тәп-тәтті вафлилеріміз дайын. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер, балаларыңыз сол арада жеп қоятын болады. Сіздермен болған әзірге менің каналыма подписаться етіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.